Сәлем достар, бүгін московский шопты тігуді көрсетемін. Пердеміздің көлемі мен ұзындығын өзімізге керек размерде қырқып алған соң, шетін осылай қайырып, түзу қылып тігіп шығамыз. Бұл жерде тігісіміз лапкамыздың тура шетінен 1 миллиметрде жүреді. Осылай ұзындығына дейін тігіп болған соң, асты жағында металл болса қырқып ап тастап, до конца қайырып тігіп аламыз. Осылай ұзындығына дейін тіккен соң, тіккен тігісімізге 1 миллиметр жетпей, тіккен тігісімізді қырқып алмай, осылай 1 миллиметр жеткізбей, ұзына бойы қырқып шығамыз. Ұзына бойы қырқып шыққан соң, осындай басындағы жібінен тарта отырып, тіккен тігісімізді жаңылдегі 1 миллиметр қырыққан көлемінде бойында қайырып тігіп шығамыз. Қиығын көрсетпей, қайыра отырып тігіп шығамыз. Неғұрлым московский шобымыз жіңішке болады, соғұрлым өте әдемі көрінеді. Міне мен қиылған қиығын көрсетіп жатырмын. Осыны осылай жатқызып, қайырып тігеміз. Мынау енді пердеміздің аяқ жағы. Аяқ жағын 5, сосын тағы 5 сантиметр қайырып тігіп шығамыз. Міне мен 5 сантиметр бір кіргіздім, сосын төбе жағындағы 5 сантиметрмен қайырып тігіп шығамыз. Кейбір кезде перделерде 10 сантиметр, 7-8 сантиметр көлемінде бола береді. Міне пердеміз дайын.